Bugün Gezgey'den 70 yıllarına jinalıp oturmuş. Sonuçtan toy kalasın, icatsın, bulabilirsin. Aparın elbette bala şakasın kızıqına toymay ortasında yürüversin. Sizlerge de osындай kızıqты күндер бәрімізге, осы халықтың бәріне жұғысты болсын. Осындай тойды болғанда бәріміз басымызды қоса берейік. Тойларың құтты болсын. Бәрі жақсылық болсын. Так, әрмен қарай тілекті жалғайтын кісілер кім бар? Келіңіз аба. Құрметті Заря Владимир, бүгін сіздердің мерейтойларыңызды құттықтаймын. Сіздерге тілейтінім бар жақсылық, балаларыңыздың қызығы көріңіздер. Әр уақытта осылай жарқын көңілмен тек қана қуанышта кездесуге жазсын. Бар жақсылық болсын үйлеріңізде. Армияға келіңіз аға. Ассалаумағалейкум ағайын туыс бауырлар. Бүгінгі ағайын мен кеңейдің 70 жасына қош келдіңіздер. Сіздердің кеңе ағай бүгінгі сіздердің 70 жастарыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойдан той ола берсін, өмірде сарып болсын. Бар жақсылық тілеймін. Балалардың ортасында аман есен ойнап жүріңіздер. Allah'ın vergin yaşındasın, ülkelerinde çok yüzdesel uzunuz. Arkadaşlık değil mi? Oturduğun varlıklarınızda, ortaklarınızda anlatıp tutmayın. Arkadaşınızda tasarıflarınızı tek kullanışına verirsin. Ama neyse böyle varacaksak değil mi? Rahmet edemem. Dilege sağolunuz bana, anneme atıyoruz ağa. Assalamualaikum. Ardaқты ағайын, көздері қалған, тойларыңыз құтты болсын. Ал енді Заря апай, Владимир жерде 70 жас мерейтойларын қайырлы болсын, бастарыңыздардан дендері сау, арттарыңыздан елден балаларыңызды қызығып көре беріңіздер, солардың қызығына тоймай, қызық қуанышта әрқашан ағайын туыс көрі жолдастың ортасында ойнап жүре беріңіздер. Енді Шахназ балаларымыздың немерелеріміздің бауы берік болсын, үлкен ұлдамақ топ, елінің елімізді, халқының қалаулысы болсын, ағайын туысының, ата-анасының көзайы болып, біздерді қуанта берсін, тойларымыздан қалмаймыз, бастарыңыздан дендеріңіз сау болсын, осылай қызық қуаныш тойлай беріңіздер. Жастарымыз сөптей жамандық көрмеңіздер, Аллахтың берген жасын жасаңыздар. Бізге салса бәрі өтіп, 200 демене береміз. 100 жасаңыздар. Әрмен қарай аға, келіңіздер. Ассалаумалейкум, құрметті қауым. Той құтты болсын. Қайдаға жеңгей, мына бүгін 70 жастарыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіздер. Бала шағаларыңыз міне сіздердің міне той тойлап жатыр, міне балаларға рахмет, міне 70 жастарыңызды. Осы балаларды өсірдіңіздер, жеткіздіңіздер, енді соны ақтап жатыр балаларыңыз. Шахназдарыңыз міне 1 жасқа толып жатыр.
құтты болсын, қайырлы болсын. Немерелеріңіз өсе берсін, балаларыңыз өне берсін. Сол балалардың қызығын көріп жүре беріңіздер өздеріңіз. Амандық, саулық болсын. Той барлықтарыңыз жұғысты болсын. Жасай беріңіздер. Құрметті қонақтар, ағайын туыс, ағамның туысқандары, жеңгеммен ауылдастар, аға мен жеңгемнің тойына қош келіпсіздер. Көптен көп рахмет, осылай сыйлап келгендеріңізге. Алланың нұры жаусын сіздерге. Қоянды ауылының қорықтан келген туысқандарымыз көріп қуанып жатырмыз. Көптен көп рахмет сіздерге. Ал енді бүгін аға жеңгем бүгінгі 70 жас мерейтойларыңыз құтты болсын. Ең әуелі айтады ғой, денсаулық болсын деп, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осындай той, осындай 70 жасқа келмегендер 70 жас бұйырсын. Осыдан 10 жыл бұрын 60 жасында мен келе алмаппын тойларыңызға. 70 жас болып жатыр, серік келе алған жоқ. Енді Алла бұйыртса 80 жастарыңызға біз екеуміз келеміз деп уәде береміз. Соған қол ұстасып келуге Алла нәсіп етсін. Сол міне балаларыңыз керемет той жасап жатыр. Өте қуаныштымыз. Осы бәрі балалардың арқасы, Күмісжан Айоптардың арқасы. Балаларыңызға көптен көп рахмет. Осылай жүктарыңыз жазылмай, бір жастықта қартаюға жазсын. Сіздердің жолдарыңызды бізге берсін. Енді жас келген сайын адам кішкене бір ақындық па, бірдеме. Сондықтан көп ойладым, осы плюс жазып ән айтсам ба деген. Бірақ ол әнді мен бүйтіп сахнаға шығып айтып, елдің алдында көрмеппін. Сондықтан бір 4 жыл шумақ шығардым. Бірге жүріп, бірге сүрген ғұмырым, өмірлерің біздер үшін шын үлгі. 70 жасқа толған аға жеңешем, тойларыңыз құтты болсын бүгінгі. Көңілімнен жұрт төгілер болып ән, әр ақылың өнегемен толып мән. 100-ге дейін бірге жетіп екеуің, шөберенің су ішіне қолынан. Немерелердің, шөберелердің қызығын көріп, осылай ортамызда ойнап, күліп, аман-есе жүре беріңіздер. Әрі ағам, әрі әкем, әрі шешем, жеңгем сіздер. Осылардан үлгі алып, өмір алдарынан бір аттап өткен емес, біз өмірі сыйлап келе жатырмын. Әкемнің орнына әке болып келе жатқан ағам мен жеңгем аман болсын. Мына туыстар бәрі аман болсын. Осылай тек тойда, қызық думанда басымыз қосуға жазсын. Рахмет. Апа, атыңыз кім? Атым Наташа. Наташа апа, ашық күшті өлең айттыңыз. Маңызсыз. Өлең оқып бердіңіз ғой. Мен деген біле, апа үйге барғанда көресің не екен? Әрмен келіңіз. Құрметті жиналған ағайын туыс басымды иіп тұрып, сіздерге бәріңізге сәлем берем. Қояндың қорығы отыр, туған жерінде болған. Енді Доғаның ең үлкен апасы екенімді білесіздер, бірақ толқып тұрдым. Осы бір жүректің әлсіреп бара жатқаны көзге жасаласын. Жасалатын не жоқ, Аллаға шүкір. Балапандары бүгін бәрі жаблата, үлкен той анасы мен әкесіне жасап жатыр. Өте қуаныштымыз. Соңынан ерген бауырым ғой, жарысып менімен бір жылдан кейін туған. Сондықтан енді жоқ, жыламаймын. Енді көптің тілегі көп, ол тілектің бәріне қосыламын. Бірақ енді қорығым қояндым отырғаннан кейін айтқым келеді. Осы ыңғайда осындай адам болғаным, елдің алдында жүргенім, қазақтың әнін бір несін бұзбай, мен бірінші қоянды мен қорқыма рахмет айтамын. Қазір мені үлкен астанада тұрып жатырмын. Соны бала кезінде білмеппін. Көп жақсылықты, көп қасиетті, көп қазақтың мұсылмандығын тек осы қорықтан үйрендім. Қорықтың ата әжелеріне үйрендім. Сол бәрі менің өмірге асық болып келе жатыр. Сол бұл екеуміз ең алғашқы басқа тілмен келіп, мен бірді бітіріп
келдім, Украина елінен келді. Соңынан елген бауырым енді бірінші классқа баратын кезде орыс мектебіне барып, Егінбұлаққа әкеміз апарып тастады. Енді бір-екі айдан кейін келсек, әкеміз қорыққа көшіп кетті. Мал бағатын адам өмір бойы мал бақты, бізді асырады. Анам сауыншы болды, еңбек адамдары болды. Сол қорыққа көшпегеннен кейін балаларды не істеймін, қорықта мектеп бар деп. Әке шешеме айтпай, бабаға сен ертең барасың, мен бүгін барам деп байқап келгенім бар. Сол өмір бойы айтып келе жатырмын. Оқығаным Асқар мұғалім иманды болсын. Мақтанатыным Асқар мұғалімнің үлкен қызы Қазақ радиосының дикторы болған Жәнел Асқарова деген. Сол газетке бір шыққанда барлық туысы іздепті. Мынау Махмутова деген Валя деген кім? Әкемізді осылай үлкен егінмен Қазақстан газетіне шығартты деп. Сол қазақ тілін ең алғашқы не үшін айтып жатырмын? Бұл екеуміз осы қорықта қазақ тілінен интернатқа бармай 4 жылдығын бітіріп, әрқардай оқуымызды оқыдық. Вова өте білімді болды. Керемет жақсы оқыды сабақты. Әттең, бірақ өмірде өз орнын тапты. Мақтан етем, бауырым. Еңбекқор, адал жан, өзінің тегін тапты өмірде. Онда да бас құдағи боп, өзімнің мұғаліміме бардым, алдынан өттім. Зарадай келінім бар, Аллаға сансыз шүкір. Жайғатай бір шумақ айталсам, жақсы көретін өлеңімді. Толық тұрым, шынды айтсам. Бауырым қуат берген қанатымсың, сен менің жарығымсың, жанатымсың. Армансыз гүл бәйтерек гүл шалар ма, қанатсыз құс биікке ұшалар ма. Тамырсыз гүл бәйтерек гүл шалар ма, қанатсыз құс биікке ұшалар ма. Бауырым қанатым ау, сен іздеймін, сен барда бұл өмірім жас болады, жанымның жайлауына қас болады. Сен барда бұл өмірде мен де бармын, сен барда қалып кетсем арманым жоқ. Сен барда бұл өмірде мен де бармын, сен барда қалып кетсем арманым жоқ. Бауырым қанатым ау, сен іздеймін. Күшті өлең айтты апа, өмір жасы ұзақ болсын. Денің сау болсын апа. Өлең айтқан үшін сізге осындай сыйлық апа. Өлең айтқандарға осындай подарок беріп отырды апа. Ұнап отыр ма апа, бола ма? Қосылды апа. Ал енді қалғанымыз қосыламыз ба? Бәріміз осы өлеңге қосылайық, айтпаған кісілер. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Енді алып келген сыйлықтарыңыз болса тапсыруға болса, одан кейін баннерге барып естерге фотоға түседі, содан кейін жайғасаңыз, желанайық. Содан кейін кешімді мәңгілік жалғастырамыз. Той құтты болсын. Келіңіздер ал. Әкеміз бен анамызды естерге фотоға түсіріп алайық. Баннерге барып тұрыңыздар, мамқадан ортаға алып фотоға түсесіздер. Foto olsun ama. Foto olsun. Odan кейін бүгін бешіктің бірінші қасы ертайы көмектерді сұмды қалмайды, балаларымыз алып келмейді. Бірінші фото олсынlar.
Рахмет. Ал, тілектеріңіз қабыл болсын. Келген адамдарыңызға гүл той құтты болсын. Келіңіздер, жайғасыңыздар, жайланыңыздар. Тойымызды, қуанышымызды әрі жалғастырайық. Отыр болыңыздар. Сізді жайғасқаннан кейін елімізді ортаға алдырған. Құрметтеріңізге ресторанымыздың ұл қыздары бастаған алдарыңызға ет. Қабыл алыңыздар. Болсын. Арнайылар сіздердің құрметтеріңізге 2-3 минут үзіліс, аз таңдай алып бір кішігірім әлденіп алыңыздар. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын.
Жақын көріп отырса білеттің. Айтым Люся бастаған Нұршай жеңгей, Анар Қоянды ауылының әкімі Қонысбек Марал ағамыз бастаған және мектеп директоры Қайдар Гүлмира кім жазды? Әсет, сен жаздың ба? Адам мейрамға деп неғып жазмаз ба? Кім жазды? Құдағайсың, айтпайсыңдар ма енді құрсын? Так, басынан оқайым, кешірім сұраймыз енді, кішігірім былай қате жазып жіберіпті. Апа жезелері Айтым Люся бастаған Нұршай жеңгей, Анар және де Қоянды ауылының әкімі Қонысбек Марал ағамыз және де мектеп директоры Қайдар Гүлмира деп жазып берді. Және де осында отырған барша осы әулетіміздің ауылдастары Қуат Айша, Гүлшат, Ернұр Нұрғайша, Зейнегүл, Қарлығаш Тәте, Балкен Айнұр, Арман Рымкүл, Берек Қымбат, Қайрат Жұбайра,
Бүгінгі ауылдың бәрі шақырып алғансыздар ма, не қылсыздар? Келді Әсел, Сайран, Алтынай, Амангелді, Дәметкен, Серікбай, Аймарша, Серік, Сафура атты барша ауылдастар келіңіздерші билеп келген. Келіңіздер, апа жездері. Ауылдастар. Той құтты болсын, қуанышты болсын. Қазір өлең қойып беріп, арнайлап сіздердің құрметтеріңізге билейсіздер. Келіңіздер, тұрып алыңыздар. Жаңа апа, қош келіпсіз. Той құтты болсын. Тұрып алыңыздар. Ойбай, жаңа апа. Қай ауылдың кісілері бұл кісілер? Қай ауыл? Қоянды ауылы, вообще. Қоянды ауылының тұрғындарына бір шақырып қойыңыздар, ауылдастарына. Қош келіпсіздер. Ахмет. Осы кісілерді ауылдастар ма? Ойбай, сіздер ерекше шақырам мен сіздер. Арнайлап, бана билеп атса екі апам бар, апа. Келіңіз апа. Сосын бана кім билеп, бір кісі биледі. Келіңіз. Арнайлап үшеуміздің ортаға билеп шақырамыз. Келіңіздер. Қоянды ауылдан келген ауылдастары. Стоп. Не істеп шатастырып алсыздар? Жақсы. Аға, отыра беріңіз. Рахмет. Келіңіздер. Апой, қайтамыз. Қайтамыз, билейміз. Кім бастайды? Кімнен бастаймыз? Апа, келіңіз. Апам сөйлесін, апамнан кейін тағы кім сөйлейді? Үш сөйлесін дейді. Рахмет. Ойбай, жаңа осы көптіңіздер апа бір. Иә, бүгінгі той құтты болсын, Қоянды жүрді. Бүгінгі тарих еңбекті Оска дейміз, Владимир. Бүгін деп атап жүрміз қазір бүгінгі. Міне, Қоянды құтты болсын, Бөгай, Әрапай. Иә, бүгінгі енді бұл кісінің несі өмірбаян жана байлатамыз айтып кетті ғой, кет жағасын. Ол Қоянды қорық келді бұл кісінің рас совет өмірінің кезінде жұмыс жасады. Оңай болған жоқ. Иә, нағыз қиын уақыттарда ана қорықта мал бақ дегендей. Иә, тағы бір шаруалармен жүрді. Иә, енді оны көмектескен кім? Әжетіміз Әрапамыз жалында табылдылығы постоянно мұны. Осы яға қондырды. Окей. Енді бүгінгі күн ақсақал сөзі әке шешесіне танимыз енді. Ол кісі енді әр адамның бір сөз болады ғой, бір ауыз сөзі. Бір отчеттың кезінде нормал болғаннан есіме түсіп отыр. Ол кісіні сұрайды ғой. Әй, бұсы бір мұқа ауырып жүріп, қайда кетсе отчет деп. Сол кісі айтады ғой, шілікке қамысты өлем деп кетті деп. Сол кісінің өз әлі есімізде. Енді Бауке жасай беріңіз, тілектің бәрі қаулы болсын. Енді Бауке, біздің Баукенің кішкентайы бір жасқа келіп жатыр, қайырлы болсын енді шатынас. Жалғыз болмасын, өндік тағы өсе берсін. Енді Бауке қара шаңыраққа ие отыр ғой. Көк жүгілей сияқты ақ жүгілей бар, қызына тікілі бар. Шақтылық малдайып жүгіліп сияқты көмектесіп жатыр. Жақсы, тілектің бәрі қаулы болсын. Мына жетпіс жастарына, жетпіс жасына адам жасын жасай бермей, кездері сау мына балалардың көзінде шөп-шөп кеткен. Енді мына келін ақсының тегіздің жасы жақ болсын, сол оқу алатаның өзінде, оқу қатысының өзінде, мен сауыстан мұшты болсын. Жетпіс жастан құтты болсын, жасқа сұра берсін. Енді өмір жастарымыз бақ болсын, ойлаған мақсаттарға жетіңдер. Енді шөберелерін тұсау өсіріп, ода құтты болсын. Бақытты семьяда өмірі, семья болып, бақытты тілеймін, екеуі денсаулық тілеймін, артабе денсаулық тілеймін, олақтарын мұқтылықтар. Жүре беріңдер, жүзге келдің мерекелі.
Енді тоқтаңыз. Болды ма? Қалғанымыз тағы айтатын сөйлейтін кісілер бар ма? Мен тілек айтпайсам ұрыс шығарам дейтін кісілер болсын, бірден шығыңыздар. Айғай шығарам дейтін кісілер болсын. Болды ма? Той құтты болсын, бай құтты болсын, алла жары болсын, қосыл деген кісілер айналайын сіздерді өмірлеріңіз жоқ болсын ба? Енді былай бәріміз барамыз, қазір кезек-кезек құттықтаймыз. Одан кейін баннерге әдемілеп күштеп бір фото түсіріп иә? Қазір заман бұрында атадан бата қалсын дейтін еді ғой. Қазір атадан фото қалсын деп бір фото қалсын болсын естен. Одан кейін арнайылап ән қойып берем, ауылдастары бір ортаға шығып билейді. Арнайылап сіздерге күшті ән қойып береміз. Той құтты болсын. Болды ма? Ал келіңіздер, ауылдастар, папа-маманы ортаға алып бір билейіңіздер. Той құтты болсын. Тілектеріңіз қабыл болсын. Келіңіздер. Так, сіз қалыңызшы. Сіз қалыңыз. Қалғанымыз жайғасайық. Той құтты болсын. Қуаныш құтты болсын. Тілектеріңіз қабыл болсын. Сіз қалыңыз. Қалғанымыз отырамыз. Отырып алыңыздар. Жайғасып алыңыздар. Жайланып алыңыздар. Көршісі, ауылдас. Ауылдас көршісі жаным үйден шықпағанға біраз болды ма? Тойға бармағанға біраз болған ғой кісінің үйден. Үлкен кіші қараматқа жоқ, кез келгенмен билеп жүр ғой кісі. Той құтты болсын. Қазақта сөз бар, көрші ақысы тайғырақысы дейді. Арнайлап көршінің тойында көтерейін деп, алтышы билеуге әуелде сізге осыны сөйлейді. Той құтты болсын. Ағареке бір жоқ. Біз балабыз ағареке кәдімгі күшті. Болды? Ойға билеу үшін келеді ғой? Иә, дұрыс. Аға билеу үшін деп отырмын ма? Билеу үшін деп отырмын ма? Енді былай қылайық. Бара билеген күйеу баласы мен қызы қайда? Күмсай! Тұрыңыз, өшіп тұрыңыздар. Қазір былай қыламыз. Жігіттер бір ән
қойып, қандай ән екенін табамыз, қол көтереміз, 4 куплет, немесе бір қайырмасын айтып бересіздер. Тапқан адамға, айтқан адамға күшті подарка бар. Кестік қой. Так, бірінші ән. Ой, аба кеңісші, билікмеңші ама. Бірден кетіп қалдыңыз ба? Бірден кетіп қалдыңыз ба? Так, есіміңіз? Кім болдыңыз әулетке? Ауылдасы? Вообще күшті. Қандай ән? Молодец. Күшті. Ауылдасы вообще күшті кәдімгідей бар ғой. Сіз мұғалімсіз ба ғой? Мұғалімсіз ба? Қай пәннен? Басқа үшін. Жыным білет бар ғой. Берші билет. Қолым ғана билейін ба не? Есіміңіз? Орта кеш орта. Кім боламыз әулетке? сіңлісі болам. Сіңлісі вообще. Қай жақтан келдің? Қоянды. Қояндылар бар ма? Қандай ән? Аспанға қараймын, жолды бұлтамай. Аржаны өзім айтайын ба не қылайын? Айташы. Жұлдызым енді сен жоқсың арайлығым. Молодец. Күшті. Шабылып қойды. Кеші, билет. Стоп. Прямо келемей. Так, атыңыз? Ариса, Кім боламыз? келін бол. Кейін қой. Қандай ән? Бара алмадым басына. Кет. Армен қарай бірдеңе дейтін жері бар ма? Келін салайын, келінге ештеңе демей-ақ қояйық. Так, стоп! Сіздер өлең тыңдамайсыздар ма? Айтпайсыздар? Келін сән, алдайсыздар құрметтеріңізге. Кеш, билет кеші. Кел, жібер. Билет кел. Жетен деген үшін мусор бітірдің болды. Так, қандай өлең еді? Қандай өлең еді дейсіз? Не алып шықты? Бірінші қол, бірінші көтеріп алған ба? Бірден өлең өлең. Сұрайын. Так, есіміңіз? Сен барсың тек мен Ай, атым кетпей. Кім боламыз? Күмісшанның қасасына. Күмісшанның қасасы. Күмісшан. Қандай? Сен барсың тек менде. Маған қарап айтпашы. Сен барсың тек менде. Шектеуге, жадырап көктемде. Айтсай. Басма. Сен барсың тек Ана қарап айтшы. шектеуге. Жадырап көктемде, нұрымды төккенде. Адам еріне тимей башы, классыздан шабыла барып қойыңыздар. Молодец. Так. Ой, жан, кеш, билетмеші. Молодец, рейтингім күшті сіздің. Есіміңіз қайтқан? Ақ ерке. Ақ ерке көршісі боламыз, ауылдасы да. Вообще, молодец, ақ ерке кәдімгі болады. Қашықтан келдің? Қоянда. Молодец, ақ ерке сен бар ма? Негіз молодец, ақ ерке бар ма? Қандай ән? Белочкаға қарағанда, жымиясың қарағанда. Сен дегенде жүрек соғып, ойнағандай бары-бары. Молодец, күшті. Күшті ақ ерке. Болды. Сен билегенің үшін осындай подарок саған, ақ ерке. Так, келесі музыка дейтін нәрсе болады өмірде да. Жібер, ал, сіздерге. Абдолқаңызға. Жоқ, подарка да отыр, болмай. Ана, келіңіз, баясы музыка жібер. Ана, билет. Хат қойшы.
ассалаумағалейкум. Қош келіп жатсыз. Мына жақта тұрмаңыз. Есіміңіз? Ғалым. Кім боламыз әулетке? Құда болу. Құда қыз берген, қыз алған? Қош құдасы бар ма? Оққаған несіне. Зарекетіге келін болып келеді менің апайым. Апайым келін болып келеді? Қыз берген деп айтсаңшы. Түрлі қыз берген екенсіз ғой? Адам жалғастырмады. Қандай? Достарым менің золотой, достарым менің молодой. Қыз берген құданы қинамай қояйық та, қыз берген ол. Қыз берген деген өте қиын негізі ғой, бірақ қыз беріп, қыздарын тәрбиелеп берген сіздерге көп көп рахмет. Әулетімізге келіп берген дұрыс. Құда, құтты болсын. Бергеніңізге рахмет құда. Так, келесі. Айттыңдар ғой, сендер подарок алдыңдар ғой. Аллаңдар. Неғыла айтқандар сіздер. Аяқтағы адамдар айтсын. Қандай? Кім айтады? Ана келіңіз,